Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бокстан Қазақстан чемпионатының нағыз қызған шағына жетті. Кеше ширек финалдық бәсекелер артта қалып, медальдар аймағына жеткен боксшылардың есімдерін естідік. Бұл күн үлкен эмоциялар сыйлады бізге. Сенсациялар да болды, басқа да қызықтардан құр қалмадық. Мен әрине барлық кездесулерге тоқталмаймын. Араларындағы бірқатар жекпе-жектер туралы айтатын боламын. Күннің басты перформансын жасаған Санжарәлі Бегалиев болды. Бұл боксшы туралы мен соңғы айларда жиі айтып жүрмін ғой. Бұл чемпионат басталғанда да бірқатар әңгімелер айтылған. Нұрбектің басты қарсыласы болады деген боксшымыз кеше супер тәжірибелі Нұрқанат Райысты нокаутпен ұтты. Сұмдық оң қолмен соққы жасағанда қарсыласы мұз үстіндегі тайлақтай тапырлады. Нұрқанатқа еш нәрсе айта алмаймын. Ұлттық құрамада болған боксшы әлем чемпионатына қатысты. Бірінші номер болды. Оның жұлдызы Мырзағали Айтжанов кезеңінде жарқыраған болатын. Қазір ол әрине командада жоқ. Бұл ел чемпионат арқылы іріктелгісі келген еліміздің басты командасына. Бірақ болмады. Нұрқанат әлем чемпионатында бокстап жүргенде енді ғана жасөспірімдік шаққа шыққан Санжарәлі өсіп келе жатқан еді. Енді толысты, бекіді, сөйтті де аға қарсыласын ұрып алды. Жалпы осы жас боксшы маңында қазір көптеген әңгімелер жүр. Кешегі нокауттан соң Инстаграмда пікірталастар қаптады. Нұрбектің фанаттар армиясы әзірге белсене бастады. Олар қатты қобалжуда. Мен де бұл бағытта өз өкпемді білдіргенмін. Нұрбек не үшін Қазақстан чемпионатына қатыспады деп. Ресми ақпаратта ол жарақат алған, бірақ бокс маңындағылар бұған сенбейді. Бас себеп осы Санжарәлі делінді. Бұл рас па жоқ па білмеймін, бірақ оның бапкері құрамадағы қызметін пайдаланып қалды деді. Кешегі нокауттан соң мен ринг маңында мынадай оқиғаға куә болдым. Ринг сайттағы төрешілердің бірі жанұшыра есеп аш, нокаут емес, нокдаун деп сана деуде. Міне көріп отырсыздар ма? Ол кім және не үшін бұлай жасады дегенді мен түсінбедім. Бегалиев жартылай финалда. Енді ол Диас Молжігітовпен финалдық жолдаманы сарапқа салатын болады. Жалпы ұйымдастырушыларға айтарым, өтінемін, жас баланың жолын ешқандай жағдайда кеспеңдерші. Бұл біздің саф алтындарымыздың бірі. Болашағы зор. Төреханнан еш кем түспейді. Керек десеңіз кейбір компоненттерде артықшылығы да бар. Оны көрдіңіздер ғой. Сұмдық нокауттық соққысын. Мұндай жас перілер құрамаға керек. Ел боксының болашағы үшін. Иә, түсінемін, қаржылық жағы да бар. Біреулерге пайдасын тигізетін дегенмен тимеңдерші деймін. Ел намысы жолында ақша деген не тәйірі? Мұны да бекер айтып жатқан жоқпын. Бүгінгі болатын сында Диасқа төрешілер жақтасады дейтіндер көп. Бәрі Нұрбек үшін жасалынып жатыр дейді. Өйткені Нұрбек Молжігітовті жеңіп үйреніп қалғандығын алға тартуда. Енді күннің үздік жекпе-жегі деген номинацияға мен Фарух Тоқтасынов пен Елнұр Сүйінбай кездесуін қоямын. Елнұр сұмдық бокстасты бірінші раундта, мүмкін бұл чемпионаттағы ең үздік раундта болған шығар. Дегенмен ары қарай Фарух өзінің босқа келмегенін көрсетті. Рет-ретмен ол бірінші кездесуді теңерді, ал үшінші раундта қарсыластан жеңісті жұлып алды. Камбэк дейді мұндайда. Фарух бүгін Мұхаммедсабыр Базарбайұлымен жұдырықтасады. Базарбайұлы 70-ке бірінші рет көтеріліп отыр. Оған оңай болмас, дегенмен мұнда мықтысы жеңсін деп тілеймін. 55 келді Сәкен Бибосынов та сенім түрде жартылай финалға қадам басты. Сенсациялардан Темірлан Мұқатаевтың ұтылысын айтуға болады. 22 жасқа дейінгі боксшылар арасында Азия чемпионы елге таныс емес Оңталап Рахманов ұтылып қалды. Мұндай жеңіліске бірқатар факторлар себеп болуы мүмкін. Біріншісі Темірланның қарсыласты менсінбеуі. Оңталапты біз бұрын жиі естімегенбіз. Бір қолмен ұрып аламын деп жоспары күл талқан болуы мүмкін. Тағы бір фактор дұрыс дайындықтың жоқтығы. Мұнда мен Темірлан жұлдызды ауруға шалдықпады ма деп қорқамын. Көп мақтап кетіп едік, бүлдіріп тынды бала. Енді өзінің мықтылығын дәлелдеу үшін тағы бір жыл күтуге тура келеді. Оңталап үшін бұл жалқы жол болушылық болады деп ойламаймын. Темірлан секілді ол да өзбектердің жауына айналса құба-құп әрине. Бұл бастаманы енді ары қарай дамыта түсу керек. Ол үшін Қазақстан чемпионатын ұту керек алғышартта. Ал ары қарай оның жолын жіті қарайтын боламыз. Әбілхан Аманқұл жеңілісін мен сенсация деп қабылдамаймын, бірақ айта қалар оқиға болды. Ширек финалда тараздық боксшы Сұлтанбек Айбар ұлына аралас шешіммен ұтылды. Бас бапкер Қайрат Сатжанов оны қатты сынға. Еш дайынсыз келіп Қазақстан чемпионатын ұтып аламын дейтіндер қателеседі. Бұған дейінгі қарсыластар оның атақ даңқынан үркіп ұтылған шығар. Бірақ бұл жолы қарсыласы да сәл сескенді, дегенмен түбінде ұтып кетті деді. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны бас қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.